Көрейік, тоқ соқтырып қойды. Жарайды. Уже соғып отырмын, дұрыс емес деген білдіре ма? Ең бірінші ойға келген нәрсе сол ғой. Біз бұл сұрақтың жауабын біліп тұрмыз. Тоқ соқпайтынын біліп тұрмыз. Біліп айтыңыз. Сіз кінәлі боласыз. Жоқ, басқа вариант жоқ өйткені. Алып сөздердің бәрі түсінікті сияқты, бірақ Қарақалпақтар ұқсай ма? жоқ, ұқсамайды сөздері. Қандай болғанда да бұл оғыз тілі деп ойлаймын. Меніңше түрікмен сияқты. Сіз айтыңызшы ал, не болуы мүмкін? Білмеймін. Қайсы болсын? Мен уже тоқса болады. Төбіміз бір, тіліміз ортақ, түріміз ұқсас. Армыз түркі әлемі, бұл түркі тілмаш жаттерлік ойыны. Мұнда дұрыс жауап берсең ақша ұтасың, қателессең серт болады. Мама. Біліп жатыр. Бүгін бізде қонақта журналист Гүлмира Төлендіқызы. Қалайсыз? Білмеймін. Және инженер Төрехан Еркінбекұлы. Қолдарыңызда 10 мың теңге, алдарыңызда 10 яшық банк сұраққа дұрыс жауап беруге тілектеспін. Рахмет. Менің есімім Төрехан, Қарағанды қаласынан жақында келдім Астанаға. Мамандығым инженер болады. Жалпы түрік әлемімен байланысым, жалпы достарым деп ойлаймын. Әртүрлі елдерден, Түркиядан, Әзербайжаннан, Өзбекстан, Қырғызстан, әртүрлі елдерден достарым бар, сөйлесіп тұрамыз деген сияқты. Егер түрікше үйренгілеріңіз келсе, маған хабарлассаңыздар болады. Саламатсыздар, мен есімім Гүлмира. Мен журналистпін. 20 жыл бұл салада еңбек етіп келемін. Қазақпарат агенттігінде еңбек еттім. Қазір түрікше үйреніп жатырмын. Түрікшені тереңірек және жылдам үйрену мақсатында тіпті негізгі жұмысымды тастауға да бел будым. Мақсатыма жетем деп ойлаймын. Қандай? Қайсыны таңдаймыз? Дәл таптан бастаймыз ба? Билі. Дәл тап қыпшақ тобын көрейік. Тоқ соғатын топ не сияқты бұл. Жарайды. 500 болсын. Шамал көтеріп алайық ақшаны. Табип сөзі қырғыз тілінен аударғанда қандай мағына береді? Табип сөзі қырғыз тілінен аударғанда қандай мағына береді? Енді меніңше бізде қазақшада тәуіп деген сөзге келетін сияқты. Сіз бұрын естігенсіз бұл сөзді? Естігем негізі, бірақ қырғызшада емес. Тәуіпке келеді негізі? Иә. Бірақ басқа не болуы мүмкін? Менің нұсқам сондай. Тәуіп может быть. Жақынырақ келіп тұр еді. Тәуіп. Енді мысалға түрікшеде осындай сөз бар. Табип. Мүмкін естіген шығарсыз. Ол емші дегенді білдірем. Иә, кәдімгі тәуіп. Негізі тоқ соғып отыр ғой. Уже соғып отыр ма, дұрыс емес дегенді білдірем. Негіз түркі халықтардың сөздері бір-біріне ұқсайды ғой, мүмкін. Сіздікі де дұрыс шығар. Дұрыс жауап берсеңіздер 10.500 теңге болады. Қателессеңіздер 9.500 теңге қалады және серт ете бастады. Ортақ нұсқа? Төреханның жауабына қосыламын. Ортақ нұсқа тәуіп қазақша. Түрікшеде бұндай сөз бар деп отыр ғой. Сонымен? Тәуіп болсын. Дұрыс жауап берейік. Дайындалып отқан сияқты. Қатты соқты жаны. Е жоқтан бастай беріп. 5. Білмеймін. Қанша? Мен азартын адам. Сөйтіңіз, сіз айтыңыз. 2000 болсын көрейік. Максимум 1000. Тым азартты болуға болмайды екен. Ауа сөзі Әзербайжан тілінен аударғанда ауа деген мағынаны білдіреді. Ауа. Негізі келеді. Бірақ келіп тұр ол сияқты. Енді бізде мысалы әуе деп те айтады ғой, ауа деген сөзді. Басқа қандай сөз болуы мүмкін? Ауадан басқа, егер ауаға қарамасақ қазақшасына, не деп ойлардыңыз? Хауана. Мысалы қырғызшада иә дегенде оба деп айтады. Бірақ оған келмейтін сияқты. Хава ана сияқты. Оғыз тобы ғой, Әзербайжанша. Әуе. Келісе саламыз ба? Солай ойлаптым, келісе салайық. Енді бәріне келісе салам негізінде. Бәрі дұрыс сияқты ма? Түрікшеден де хава ауасы. Енді Әзербайжан тілінен деген кішкене
ойландырды да, өйткені Әзербайжан тілінде кішкене басқашалау, өйткені оғыз тобында мысалы. Түркшеге ұқсамай ма Әзербайжан? Иә, мысалы түркшеде хава. Әзербайжанда солай болуы мүмкін. Көп тілдер ұқсас. Дұрыс жауап берсеңіздер 11.500 теңге. Қателессеңіздер 9.500 теңге қалады және сервисте басады. Қандай сөзге ұқсайды басқа? Білмеймін. Басқа нұсқа жоқ. Сіздер айтыңыз. Сізге әлі осы. Басқа вариант жоқ еткені. Басқа вариант болса таңдау болар еді. Мен? Болсын ауа. Иә. Дұрыс жауап берейік. Болды. Өлең. Өлең. Ұқсамайды екен. Ешбір тілде. Әуен, енді әуен. Мүлдем ұқсамайды. Келмейді екен. Оғыз тобын көрейік. Дәл тап оғыз тобы. 1000 бала берсін ба? Қазір қанша ақшаңыз бар? 9.500. Білмеймін. Кедейленіп қайттық. Иә, 500-ден тіке береміз. 500 болсын. Иә. Бұл сыйдық сөзі түркімен тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Сіздерде достарыңызға қоңырау шалу мүмкіндігі бар? Менің бір досым бар. Өзі түрк болады, қазақша мықты сөйлейді. Рашид деген жігіт. Өзі бізге күйеу бала болып келеді негізі. Сол жігітке хабарласып көрейік қазір. Рашид, ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам, Таран. Рашид, менде түркмен тіліне қатысты бір сұрақ туып тұр да, айтып бересің ба? Иә, түркмен тілімен қолымнан келгенше көмектесем. Қалай сұрақтар? Ауысыйдық деген сөздің мағынасы қандай? Екінші әріпі W. Түркмен тілінде ауысыйдық дейді. Ауысыйдық. Жауаптар бар ма? Жауаптар жоқ. Ауысыйдық. Екінші әрпі W. Екінші әрпі W. Ауысыйдық. Ауыз деген біздің білген ағызда ауыз. Ауыз. Иә, жалғасы қалай? Ауысыйдық. Үйдің, уайдың үстінде андай не бар? Иә. Ауыздық деген бар ма? Ауысыйдық. Ауысыйдық. Түркмен тілінде менде еш вариант жоқ. Түсініп отырмын, ауысыйдық деп қандай мағынаны білдіреді деп. Ауыз деген ауыз ба? Иә, ауыз деген сөзді білдіреді деп ойлаймын. Ауыздық бола білер ме? Мүмкін ауыздық шығар. Өздеріңіз талқыласаңыздар. Жақсы, рахмет. Ауыз деген, егер ауыз деген болса, ауыз деген сөз. Ауыз же, кәдімгідей ауыз. Ауыздан қандай сөз шығады? Түркмендер атқа бай ма, мысалы, ақалтеке. Ауыздық шығар. Ауыздық шығар деп ойлаймын, ауысыйдық. Мына с-ны жаңағы жігіт өзі с қылып оқыды ма, солай болып айтты ғой. Ауысыйдық деп айтамыз ба? Не дейміз? Ауыздық деп көреміз ба? Көреміз ба? Көрейік. Ауыздық деп. Нұсқамызда жоқ. Ауыздық. Ауыздық болсын. Ақырын соғыңызшы. Тиын? Тиын. Бізде қазақшада да бар ғой сондай сөздер ше. Басқа түрк тілдерінде мүлде кездеспейтін сөздер. Сондайлар сөздер бізге таңдап. 9.000 теңге. Түрканы тыңдап біраз тоқсоқ қой қоямыз. Билей олайық кішкене. Иә. 1000 болсын. Бәрі 1000 болсын. Gece sensiz yatamam, seni boşan atamam. Kayalım koymayın, gece yamat yatamam. Keşke çatabilirdim, elinden bir tutayım. Bakıp gülümseyenden, alnından bir öpeydim. Bana gelsin o kızın kadası, öldüğünden edası. Ayağımın elinden, aman elinden. Ay bana gelsin o kızın kadası, öldürüp beni edası. Ayağımın elinden, aman elinden.
келмейтін сияқты. Не ойлайсыз енді? Мен Әзербайжан нема деп ойлап тұрмын. Меніңше түрікмен сияқты. Түрікменде де көп сөздер ұқсай ма түркшеге? Ұқсайды. Оғыз тобы ғой негізінде. Иә. Енді Әзербайжанның просто андай сөйленісі кішкене басқашалау. Жалғаулары басқаша келеді, сол үшін. Білмеймін енді. Мысалға, гагаузз тілі дейін десең, гагаузз тілі басқаша, мүлде басқаша сияқты. Енді олар кішкене алыстау болады. Қайтеміз? Қандай болғанда да бұл оғыз тілі деп ойлаймын. Сондықтан түрікмен тілі деп ойлаймын. Сенімсіз ба? Жоқ. Қайтеміз? Көрейік, тоқ соқтырып қайтайық. Жарайды. Сонымен Түрікмен тілі болсын. Көрейік. Төрехан таңдауына. түрікмен тілі. Дұрыс жауабын көрейік. Әзербайжан айтты ғой. Қатты ұқсайды түрікменге, түркшеге. Қатты ұқсағанда, иә, қатты ұқсайды, бірақ білмеймін. Мына жерде именно мен Әзербайжан тілін ести алмадым негізінде. Тыңда тап. Көрейік. 5. Қанша ақшамыз бар? 8 мың. 1000 теңге теге берейік па? Теге берейік 1000 теңге. Böyle iyi, cana yakın insanlar Avrupa'da var mı? Var diyorum. Kilisede mi gezerler? Gezerler. Mototsikl var sizde var mı? Var mototsikl var dado. Ama böyle kırlar var mı? Var. Telemaçta var mı sizde Paris'te? Var. Hey, böyle balık sizde tutular mı? Tutular. Yabanlar orada daha kaldılar mı? Aldılar. Ay yıldızlar orada hepelenice bizde mi? Nice bizde. Ey İsla. Niye orada sizde Avrupa'da yok? Bilirsin dado. Böyle tatlı gözlemeler Cemani yapı Avrupa'da yok. Ama şimdi olacak. Қатты ұқсайды. Olacak. Şimdi olacak дегендері. Қатты ұқсайды. Қатты ұқсайды. Екі рет қайталануы мүмкін ба Әзербайжан деп тыңдасақ? Мен де сол жаңағыдай. Әзербайжанға кеттім. Мен тағы да түрікменше кеттім. Солай ма? Еуропада бар ма? Мотоцикл бар ма Парижде? Сынады деген бар. Жұлдыздар туралы айтып жатыр. Жұлдызлар такой жақ. Жалпы сөздердің бәрі түсінікті сияқты, бірақ мағынасын былай шығара алмадым. Сіз тыңдап көріңіз ба осы жолы? Әзербайжанға кеттім. Қатты ұқсап тұрып себебі. Қандай салымда? Қарақалпақтар ұқсай ма? Жоқ, ұқсамайды сөздер. жоқ. Кейбір сөздер ұқсауы мүмкін. Қырым татарға келмейтін сияқты. Қырым татар қыпшақ бола жатыр ма? Әзербайжан бола берсін бе, не істейміз? Әзербайжан тілі бола берсін. Ортақ нұсқа. Әлде сіз қалай ойлайсыз? Негізі келеді негізі. Қатты ұқсайды, иә, бүкіл сөздері. Тіпті түрікшеге де келеді негізінде. Бірақ кейбір сөздері түрікменге ұқсататын, негізі мен түрікмен тілін білмеймін. Көргеніңіздей. Мүлде білмеймін негізінде. Бірақ мен үшін түсініксіз болатса, маған түрікменше сияқты көрінеді. Мен үшін түсінікті болатса, Әзербайжан тілі болуы мүмкін деп ойлаймын. Әзербайжан болсын онда? Әзербайжан болсын, көрейік. Бірақ қатты соқпаңызшы. Дұрыс жауап көрейік. Дайындалыңыз. Ой. Гагаузз тілі. Мен осыны айттым ба? Осыны айттым ба, осыны алдында айттым ба? Гагаузз тілін. Әнді айттым, иә. Түрікшеге қатты ұқсайды, иә, бірақ басқашалау. Қайсысы қалды? Қайсысы қалды өзіне? 50-50 бола берсін. 5. Білмеймін. 500-ден басын қоя берейік. Қоя берейік 500. Қобақ сөзі сақа тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Қоян, түлкі, қобақ. Түлкі, қобақ. Ассоциация бар ма қандай да бір? Қоян, түлкі. Басқа әрпіне қарасаң Қ өзгеру мүмкін. Қобақ. Қазақшада бір ұқсас сөздер бар ма? Мүлдем тыңдап та көрмеппін мен. Қоянды басқаша қазақша қалай айтуға болады? Көжек, қоян, басқа қалай айтуға болады? Түлкі. Түлкі. Қобақ. Түлкіні не деп айтамыз? Қу деген сөзге келеді ма? Жоқ, келмейді. Келмейді шығар, ондай емес шығар. Қобақ. Қобақ, қабақ, Түлкі. қобақ. Ол жерде шатыстыру үшін қоянды таңдап қоюда мүмкін әдейі.
ұқсатып. Жоқ, енді түлкі деген мысалға қалай дәлелдейсіз мысалға түлкі деген? Қалай ұқсатып дұрыс дейсіз ба? Жаңағы тиын сияқты мысалға. Мүлдем ұқсамайды. Иә. Сондай сияқты. Енді просто білу керек дейсіз ғой. Әдейі бір ұқсайтын сөз таңдап, бірақ шын нұсқасы ұқсамайды. Негізі саха, Алтай жақтың тілдерін мүлде білмеймін негізінде. Білмеймін. Қайсысы болсын? Нешеге дейін санаймыз? Қоянға мен ұқсатып тұрмын енді. Қоянға ұқсап тұр ма? Қоян, бірақ анау әріптердің саны бойынша солай таңдау жасамасақ енді. Бірінші әрпі Қ. Иә. К. Қоян. Қандай едіңізді? Білмеймін. Сіз айтыңызшы, мен кесірінен толық жеп жатыр қой. Бағана мен кесірінен жедік. Осының алдында. Қоян болды ма? Қоян. Қоян болсын. Қолым жаны кетіп қалды. Алдын ала жаны кетіп отыр ғой. Иә. Білмейтін сұрақтар таңдау керек екен ғой, негізі білмейтін тілдері. Иә, білемін деп өз-өзіңе сеніп отырған кезде. Тест бола берсін. Кезек-кезек жасайық. Тест тапсырайық давайте. 500 бола берсін. Ақырын. Аралық сөзі түрік тілінде. Аралық. Білесіз ғой енді. Аралық. Қай айға аралық? Қыркүйек, Екин, Июль, Екин, Қасым, Желтоқсан, аралық. Аралық кезең деген сияқты ойлаймын қазақшаға. Иә, бір жыл мен екінші жылдың аралығы ма сондай сияқты. Түркішеде басқаша, иә, мүлде. Біздің қазақшамен ұқсамайды. Иә. Егер былай ұқсас нені қойса, мүлдем білмейтін кісі аралықты желтоқсан ұқсатпайтын еді. Иә, хорошо деп айтса сол мүмкін. Біз бұл сұрақтың жауабын біліп тұрмыз. Тоқсатпайтын біліп тұрмыз. Білген нәрсемнен мен уже сомневаться едім. Білген нәрседен. Желтоқсан. Сегіз мың. Кете берейік, иә? Ретімен ба? Ретімен кете берейік. Давайте. Қарлық тобы, дәл тап. 5. Қанша ақша болды? 8 мың. 8 мың. 10 мыңға толтырып аламыз. Білмеймін. 500-ден істей берейікші? 500-ден істейік. Иә. Қошиқ сөзі өзбек тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Қасық шығар енді. Қошық. Бірден, иә? Түркішеде қашық. Иә, қошиқ. Олар енді аны оғып айтады ғой. Қасық деп ойлаймын. Енді бірақ тоқ соғып қойдсы. Қошық баса қандай сөзге келем? Қошиқ. Қашық. Алыс. Қашық, алыс. Қашық. Қашыққа да келеді, е? Қашық. Олиш деп айтады жар, бірақ алыста. Бұл жерде тек зат есімдерді ғана бүйтіп қоям екен, жасырам екен әлде? Қашық десе. Қасық деп айты керек. Қашық па? Деп ойлаймын. Енді ең бірінші ойға келген нәрсе сол ғой. Иә, бірінші ассоциация, иә? Өзбек бар ма залда? Қасық. Қасыққа қаттырақ кеп тұр, иә. Білмеймін. Қасық. Қасық болсын. Дұршауым керек. Тамаша, 8500. Кеттік ары қарай. Ретімен бара берейік. Иә. Дәл тап сирек тіл. Барлығына жауап беру керекпіз ғой? Бәс 500 теңгемен кете берейік. Улу сөзі сары ұйғыр тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Дұрыс жауап берсеңіздер ақшаларыңыз 2 есе көбейеді. Осы жерде ма? Улу. Сонда кәдімгі ұйғыр бар, еще сары ұйғыр бар ма? Ондайды бірінші рет естіп тұрмын негізінде. Сары ұйғыр. Сонда ұйғырлардың тілі бөлек, аналардың тілі бөлек. Улу. Мысалы енді ұлы деген, қырғызшада ұлы деген үлкен деген сөз біледі. Мысалы ұлы жүз деген сияқты, ұлы деген сөз бар. Мен ұлыға кетіп тұрмын, ұлы деген сияқты. Ұлы ма? Бұның ұлы. Ол жерде ұлы болатын шығар мүмкін. Түркішеде сондай ма мысалы? Түркішеге байланыстырсаңыз ба? Ұлы деп кетіп тұрсыз ба сіз? Ұлы. Қырғызшада мысалы ұлы деп айтады ғой. Ұлы дегенде бар мысалға. Ұлы, иә. Ұлы деген бірақ басқа түрік тілдерінде қалай болады екен? Білмеймін.
басқа бір сөз де шығуы мүмкін. Ана тиын деген сияқты. Мүлде басқа сөз шығуы мүмкін. Оны енді оған өкіне алмаймыз. Ұйғыр тілі бізге келеді жақын. Білетін сөзіміз болса. Келе ма егер ұлыға? Ұйғыр тілі өзбекке жақын ғой негізі. Қазаққа жақын емес. Қазақтан гөрі өзбекке қатты жақын. Дұрыс жауап берсеңіздер 17.000 теңге болады. Қателессеңіздер 8.000 теңге қалады және селтер болсын. Ортақ нұсқа? Ұлыға да келеді. Ұлыға да келеді, ұлы. Ұлы, үлкен деп Мұндай ойлаймын. жеңіл сұрақ жасыру мүмкін бе? Бәрі мүмкін. Ұлы деп. Бұрыс жауап берсек екі есе алып тастаймын. Дұрыс жауап бер десеңдер. 5 теңгеден айырыламыз, Ұлы болсын ба? Қырғызшадағы үлкен деген сөз, ұлы деген. Үлкен. Барлық түрк тілдерінде бар негізінде ол. Біреуі қолданады, біреуі қолданбайды. Ұлы, түркше, өзбекше дейсіз ба? Оларда да бар деп ойлаймын. Үлкен деген мағына білдіретін, ұлы деген сөз қазақшада. Бүкіл түрктерінде. Үлкен немесе ұлы. Ұлы деген сіз біреудің ұлы деген мағына айтасыз. Ұлы адам деген сияқты. Иә, сол ғой енді ұлы деген, үлкен деген сөз ғой енді. Great, великий. Үлкен. Үлкен. Бірақ үлкен деген бөлек та сөз болуы мүмкін. Ұлы деген сөз бөлек, үлкен деген сөз бөлек. Мүмкін болуы. Мүмкін. Ортақ нұсқа? Мен уже тоқсау ғой. Қайсысын таңдаймыз? Менің ойымша ол басқа сөз болып шығады. Мен де сөйтіп ойлап тұрмын, басқа сөз жасырған болуы мүмкін. Сондықтан қатты ойланып қиналып кереміз. Жеңіл. Сары ұйғыр дейді, сары ұйғырлар қайда ол білмеймін. Үлкен деп айта берейік. Үлкен ба? Ортақ нұсқа? Үлкен болсын онда. Дұрыс жауап бер. Айдахар. Айдахар. Ол кәдімгі екі мүйізі бар, Айдахар ғой. Улитка. Ұлы жылы деген мысалға Қытайларда ол Айдахар жылы болып есептеледі. Бізде ұлы жылы бар. Бізде онда Айдахар жылы деген жоқ қой. Иә. Ұлы ғой, значит. Қазақшадағы. Біліп жүретін боламыз. Жұмбақ қалды. 1000 теңге бола берсін. Ең соңғы неміз бір батыл шешім қабылдайық. Болсын. Қарақалпақ жұмбағы, аузы үстінде сым құлақлы, тұрып ақ үй ішінде күнде су сорайды. Аузы үстінде сым құлақлы. Сым құлақлы. Сым деген шал бар ма? Сым құлақлы. Сым құлақлы. Мынандай бір сақ құлақты сияқты ма? Тұрып ақ үй ішінде күнде су сұрайды. Күнде су сұрайды. Үй ішінде тұрып су сұрайды не нәрсе? Аузы үстінде. Не нәрсеге су құямыз біз? Шайнек па? Тұрып ақ үй ішінде күнде су сұрайды. Сым құлақлы. Сым құлақлы. Аузы үстінде. Тұрып ақ үй ішінде күнде су сұрайды. Үстінде аузы бар емес па? Иә, тұрып ақ үй ішінде. Басқа қандай вариант мүмкін? Шайнек келіп тұр. Одан басқа су сұрайтын не бар басқа? Аузы үстінде. Аквариум. Аузы үстінде. Гүл. Ненің үстінде аузы бар? Біз неге су құямыз үйде? Құмыра, шайнек, жоқ шайнек емес. Су сора ма әлде? Аузы үстінде құбыр болады ғой. Сым құлақлы. Тұрып ақ үй ішінде су сорады. Су соратын ол не болуы мүмкін? Құбыр кетеді ғой, біз су ағызамыз ғой. Астына қарай құбыр кетеді ғой, су ішінде. Бірақ ол болуы мүмкін ба? Білмеймін. Болуы мүмкін ба ондай? Бұрын ондай болмаған шығар бәрі. Иә, мүмкін ескі жұмбақ болса ондай болуы мүмкін. Не айтамыз? Қазір. Не бар еді? Не дейміз? Құмыра дей саламыз ба? Құмыра ма? Или не айтуға болады? Құмыра? Қол жуғыш? Құбыр болуы мүмкін? Ол емес па? Құмыра. Ауыз ба? Ауыз? Адам? Адам? Ортақ нұсқа? Неге үйдің ішінде сұрайды, бірақ адам сыртта да сұрай алады. Адам аузы ма? Сіз айтыңызшы ал, не болуы мүмкін? Сым құлақлы. Құмыра деп айта саламыз ба? Құмыраға келе ме? Құмыра. Жағына кетіп қалды. Шелек. Отыз қой кәдімгі. Шелек ойыма келді менің шелек. Шелектің аузы бар ма? Соның аузы бар ма деп мен де ойладым. Мен шайнекке ұқсаттым да бүкіл заттарды. Шайнекке ұқсайтын не бар деп бәрі іздей бастадым. Аузы бар нәрсе іздедік қой біз. Шелектің білмеймін. Шелек деген ойыма келді мен. Айта салмаңыз ғой. Бірақ олай болуы мүмкін емес. Мен шайнекке ұқсатқан бір затты ұқсайтын бір зат. Күнде су сұрайды. Күнде су сұрайды.
бірақ ол су сұрамай ақ тұру да мүмкін бір жерде. Су сұрамайды. Шайнек қаттырақ келіп тұр, иә? Иә, күнде су құясың. Біз келіспейміз негізі. Жауабымен келіспейміз. Осы бағдарламадан ең басты түйген ойым, өзіңе ешқашан сенімді болма деген нәрсе. Қанша біліп тұрсаң да. Жалпы, негізі ақпарат жағынан үнемі біз бірге қайнасып жүруіміз керек деп ойлаймын. Басқа түрік әлемімен біз біле алмаймыз ғой, мысалға басқа елдерде не болып жатыр деген сияқты. Енді Түркияны білуіміз мүмкін, бірақ басқа елдердің тілдерінде ақпарат тыңдап, фильмдерін көріп, әндерін тыңдап жүрген дұрыс деп ойлаймын негізінде. Өзара мәдени бірлестігімізге деген сияқты жақсы әсер ететін. Сол мен көп қарайып қалыппын негізінде. Бұрын біраз білетін сияқтымын қазір. Сөздер түгілі бір тілге тиесілі бір сөз түгілі, ондай бір тілдің ұлттың барын. Біз бірінші естідік жаңа сары ұйғыр деген сияқты. Бір ғана ұйғырды біліп жүрдік. Енді кәдімгі сары ұйғыр дегенде бөлінеді екен мысалға. Қазақшада үйсін, сары үйсін деген сияқты. Жаңағы тиын деген сөзге мен айдаһар деген мысалға бір егер көбірек қаттырақ ойлансаң тереңірек, ұлығы келіп тұр. Бірақ оған білмеймін, қанша минут ойлану керек. Бір отырып, мына жерде бағдарлама бір тез өткендіктен жылдам ойлау керек та мұнда. Өзімізге көп нәрсе түйдік, Тағы да бір шақырсаңыз мүмкін. Дайындалып келеміз. Қызығушылығым оянды негізінде бір. Бұл бағдарламаға дайындалған кезде де мен түрікмен тілінің жаңағы әліпбиі мен қарақалпақтан әліпбиінің айырмашылығы қандай деген сияқты. Мысалы экранға сөз шыққан кезде жаңағы әліпбиіне қарап ақ мен айыра алатын шығармын деген сияқты. Әліпбилерін зерттедім деген сияқты. Бірақ тереңірек басқа тілдерді зерттеу керек сияқты. Негізі түбіміз бір, тіліміз ортақ, түріміз ұқсас, ол рас. Бірақ шекара көбейген сайын сөздердің алшақтығы байқала береді. Бүгін біз бағдарламадан соны байқадық. Сіздердің ұтыстарыңыз тұп-тура 7000 теңге құтты болсын. Жақсы.